Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Неке бүгін Аллахтың қалауыменен Ан-Ниса сүресінің 150 аятына келдік. Алла Тағала қасиетті Құранда былай дейді: Астағизу биллах. Инналлазина якфуруна биллахи ва расулихи ва юридуна ан юфарриқу байна Аллахи ва расулихи ва яқулуна ну'мину би ба'ди ва накфуру би ба'д ва юридуна ан яттахизу байна залика сабила. Апа бұл аятта Аллаға күпірлік келтіргендердің имандарын баяндайтын болады. Қалай дейді? Инналлазина якфуруна биллахи ва расулихи. Расында Аллаға және пайғамбарға күпірлік келтіргендер. Ва юридуна, олар нені қалайды дейді? Ан юфарриқу байна Аллахи ва расулихи. Алла менен пайғамбардың арасын ажыратуды. Яғни Аллаға иман етеді, пайғамбарға иман етпейді. Не болмаса пайғамбардың араларын ажыратуды. Сөйтіп, ва яқулуна би деп айтады: ну'мину би ба'ди ва накфуру би ба'д. Кейбір пайғамбарға сенеміз да, кейбіріне сенбейміз, иман етпейміз. Ва юридуна яттахизу байна залика сабила. Сөйтіп, күпірлік пен иманның арасында бір жолды іздейді. Яғни бұл біз білеміз. Алдыңғы үмбеттерде мысалға яһудилер Мұсаға сенеді, бірақ Иса пайғамбар мен Мұхаммедке сенбейді олар. Сенбейді дегенде мойындамайды. Енді бұл яһудилер еді. Христиандар болса, Мұсаға да сенеді, Исаға да сенеді, бірақ Мұхаммедке сенбейді, мойындамайды. Бір-бірлерін осылай, бір-бірлерін мойындамайды. Адам біздің шариғатта, исламда, сенімде, ақидада иман етеміз бе, ешбірінің арасын бөлмейміз. Ла нуфарриқу байна ахадин мин. Ешбір пайғамбардың арасын бөліп жармаймыз. Мынаған сенеміз, мынаған сенбейміз. Ондай жоқ бізде, мұсылмандарда. Барлық пайғамбар ма, барлығына бірдей иман етеміз. Бөліп жару жоқ. Алдыңғы қауымдар солай бөлетін. Тіпті сондай олар қасықтықтан біле тұра дейстейтін солай. Аятта не деп келеді? Астағфиру билла. Ярифуна кама ярифуна абнаухум. Олар дейді, пайғамбарды, мына яһудилер, христиандар пайғамбарымызды өздерінің балаларын қалай жақсы таныған болса, Мұхаммед пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям солай танитын болған. Бірақ мына жер жібермейді оған. Қасықтық, меншілдік деген нәрсе. Сол секілді сенім мәселесінде, ақида мәселесінде болсын, ғайып нәрсенің барлығына біз толық иман етеміз. Біз мысалға Сират көпірінің барына, ертең қияметте таразыға тартылатынымызға, одан қалды қабірдегі сұрақ жауаптың барлығына сенеміз. Қалай болады, қалай оған баса отпаймыз оған. Өйткені неге ол ғайып нәрсе? Адам, мұсылмандық деген сол, ғайыпқа сену керек болды. Әйтпесе көз көріп тұрған нәрсеге сену ол иман болып саналмайды. Өйткені сен көріп тұрсың ғой көзімен, ол нен иман болады енді ол. Иман деген сөз ғайыпқа иман келтіру, жоқ нәрсеге. Иншалла. Және де Алланың сипаттарына қатысты болсын, пайғамбарға қатысты болсын, періштеге қандай иманның шарттары бар, мысалы 6-7 деп келеді ғой. Соның барлығына сенеміз, бітті. Қалайша, қалай деген сұрақ қойылмайды, бітті. Алдыңғы үмбеттер секілді бөліп жармаймыз. Мынадан артық деп айтпаймыз. Барлығы Аллахтың пайғамбары, бітті. Уахири дауана анил хамдулиллахи раббил алемин.